Егер қолтығыңыз сасып жүрсе, Құдайдың алдында жауап беретініңізді білесіз бе? Қолтығы сасып жүретіндер Құдайдың алдында да жауап беретін адамдар екен, себебі жандағы адамның хақысына кіріп кетеді екен. Осыны қаншама адам білмей, сасып еще жандағыларға жек көрінішті болып жүргенін, жақпай жүргенін білсе ғой. Өткенде мен пойызбен 33 сағат жол жүріп келгенде әбден өкініп кеттім. Тура төбемде жатқан орыс ағамның қолтығының иісіне мен тамақта, шайда ештеңе іше алмай, до того жылағым келіп әрең жеттім. Сонда оларға өздеріне иістері байқалмай ма, әлде мұрындары бітеліп қалған ба? Тіпті проводниктерге де жақпады-ау деймін, қарындас истен кайф алып жатсыз ба деп маған сөйлеп, олар да жақтырмады. Сол сияқты адамдарға зияныңыз тимей сүйкімді пенде болыңыз келсе, мына дезодорантты қолданып, адамдар сізге тартылатындай болыңыз. Бұл дезодорант таза табиғи шөптерден жасалған, өте пайдалы. Тіпті алған адам мүлдем өкінген емес. Ой, керісінше бәрі осы дезодорантты көргенде алтын тапқандай қуанды. Сіз де жаздың күні сасымай, Құдай да риза, сіз де риза болып, жан-жағыңызға сүйкімді болыңыз. Айтпақшы, сасық достарыңызға жіберіп қойыңыз. Или өзіңіз сыйлыққа сыйласаңыз да болады.